Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен красный бархат тортын дайындайтын боламыз. Жасап көріңіздер. Дәмі өте керемет, балғын, жұмсақ болады. Видеода көргендеріңіздей кесіп жатқанда да белгілі, жұмсақ болып тұрады. Тура осы рецептпен дайындап көрсеңіздер, бірінші дайындағаннан ақ боларына сенемін. Керек заттардың барлығын дайындап аламыз. Құрғақ заттардың барлығын бір ыдысқа салып аламыз. Және қасына май, қант, айран және сливкиді дайындап қоямыз. Жұмыртқамызды қасына дайындап аламыз. Құрғақ заттардың бәрін ситадан өткізіп дайындап аламыз. Құрғақ заттарды өткізіп болдық. Енді үстіне қантты саламыз. Егер сіздерде таразы болмаса өлшейтін, онда мерная кружка алсаңыз болады. Міне менікіндей ол жерде сұйықтыққа да және қант, ұн барлығы өлшеп жазылған. Грамм, миллиграммына дейін 1000 мелочида сатылады. Іздеп көрсеңіздер өте ыңғайлы, өте қолайлы осы зат. Үстіне 3 жұмыртқаны қосамыз. Және оның үстінен айран мен сливкиді құямыз. Және үстіне сұйық майды араластырамыз. Барлық қосылған заттарды 3-4 минутқа қойып миксерге араластырып аламыз. Және красканың гелевой осындай краска қосамыз. Құрғақ краска жарамайды красный бархатқа. Именно осындай түрін қосамыз. Міне біздің массамыз дайын болды. Осындай болу керек, қоюлығы. Дайын болған массамызды теңдей екіге бөліп, 180 градуста 20-20 минуттан пісіріп аламыз. Пергаментный бумаганы осылай төсеп аламыз түбіне және аздап май құйып, айналасын майлап шығамыз бортиктарына жабысып қалмау үшін. Теңдей етіп екіге бөліп құямыз осылай. 180 градус қызып тұрған пешке 20 минутқа жібереміз. Міне біздің бисквиттарымыз дайын болды. Үстіндегі томпайып тұрғанын кесіп алып тастасаңыз болады. Айналасына жағуға, ұнтақ езуге жақсы болады. Бір тегіс етіп осылай алып тастайсыздар. Решеткада осылай суытып аласыздар бірінші. Суығаннан кейін барып кесеміз. Міне ортасынан көрсеңіздер болады, қып-қызыл болып тұр. Экран көрсетпей тұр, телефон жеткізбей тұр. Негізі былайынан қып-қызыл болып тұр. Ортасынан шыққан төбесіндегі томпақтан алынған кесілгендерді осылай бөліп аласыздар. Қаласаңыз қолмен, қаласаңыз теркамен майдаласаңыз болады. Өте жұмсақ, үлбіреп тұр. Енді крем дайындауға кірісеміз. Сары май мен сахарный пудраны қосып, осылай көпіртіп аламыз, аппақ көп болғанша. Үстіне сливочный сырды қосамыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Қоюлығы осындай болу керек.
аппақ нәзік, өте дәмді крем дайын. Енді осындай корнетиктің ұшын қиып аламыз, сөйтіп соған салып аламыз, тортқа салуға ыңғайлы болу үшін. Осылай ыдысына салып алып, торттардың бетіне жағып шығамыз. Осы видеода көрсетілгендей етіп жақсаңыздар болады. Бірінші және екінші қабатын осылай етіп қойып алып, және бетіне айналасына кремдерді жағып, ұнтақтармен әрлендірсеңіз, безендірсеңіз болады. Осылай айналасын тегістеп алғаннан кейін жаңағы дайындаған ұнтақтарымызды айналасына жағып шықсақ болады. Қолымызбен ұстап аккуратно сеуіп шығамыз. Міне біздің тортымыз дайын болды. Мен туған күнге дайындағаннан кейін с днем рождения деген төбесіне қойып қойдым. Мен қызымның туған күніне пісірген тортым. Осындай красный бархаттың тура осындай рецептін таппай жүргем. Осы рецептпен бөліскім келді. Жасап көрсеңіздер, өте керемет. Қонақтардың барлығына ұнады. Қалғанда жоқ торт, бір отырғанда желінді бәрі. Жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын, назарларыңызға рахмет. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.